Амелай бүгінгі таңда әлеуметтік желіде отырған немесе Никонеттің отыру, бұлар пропаганда. ЛГБТ мәселесі, яғни бір жыныстылардың арақатынасы бізге дейін де болған, бізден кейін де болады, біздің қоғамда да бар. Орыстардан бір апталық, бір айлық курстарды оқып алады, сол жерден дәл айна қатесіз көшіріп алып, соны қазақшалап, курстар ашып сатып, өздерін сексологпын деп жарнамалап жатқан адамдар өкінішке қарай өте көп. Біздің қоғам әлі де дайын ба бұндай заңды қабылдауға? Біздің қоғамда ұят нәрселерді ұят емес дейді. Мысалы, ал керісінше ұят нәрселерді жауып қояды. Әйелім, бала шағам бола тұра еркекпен жыныстық қатынасқа түскім келеді деп анонимно хат жазатын қазақ еркектер өте көп. Сәлем достар, эфирде Адал Толк. Бүгін біз қоғамның дертіне айналған өршіп тұрған мәселелердің бірі ЛГБТ тақырыбына тоқталмақпыз. Бүгін бізде студияда қонақта сексолог маман Жанна Төремұрат. Жанна ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдім. Жақында ЛГБТ-ға қатысты пропагандаға тыйым салу туралы заңда шыққан, білесіз, иә? Жалпы осы тұста өзіңіз қалай ойлайсыз? Біз пропаганда деп қандай мәселені айтамыз, және жай ғана әңгіме ретінде айтып өту, осы екі шекараны бөліп ажыратып бере аласыз ба? ЛГБТ жайында заңның шыққаны мен өте қатты құптаймын. Бірақ бұл жерде бір нәрсені біз ескеруіміз керек. Сөз бостандығы, цензура деген нәрсені. Мысалы, насихат дегенде пропаганда, яғни насихаттау. Ол мысалы Амелай бүгінгі таңда әлеуметтік желіде отырған немесе Никонеттің отыру, бұлар пропаганда. Яғни өзінің жынсын өзгертті, сол арқылы өзінің өмірін былайша айтқанда дәріптеп жатыр. Жас өскелең адам интернет көреді, әлеуметтік желіні көреді. Бұрын ол адам қандай еді, қазір табыс артып жатыр, шетелге шығып жатыр соның арқасында. Демек, мен де осындай болғым келеді. Мен де ертең жынысымды өзгертсем осындай боламын деген балада ой қалыптасуы мүмкін. Ал керісінше балаларымыз ЛГБТ болып кетпес үшін не істеуіміз керек деген, мысалы, әңгіме айтылатын болса, әсіресе маманның аузынан айтылатын болса, ол пропагандаға жатпайды әрине. Мысалы, журналистік зерттеу болуы мүмкін. Бір жерде баланы зорлап кетіпті, педофилия болып жатыр. Немесе именно ЛГБТ-ны пропаганда жасалынып жатыр деген ақпараттар салынатын болса, ол пропагандаға жатпайды. Ол насихат емес, ол керісінше сол нәрсенің таралмауына, сол нәрсенің балаларымызға насихат болмауына үгіт насихат деп қарастырсақ болады. Осы кезде заң қабылданды, бірақ бізде өмірі таяқтың екі ұшы бар. Яғни бұл жерде цензура деп бүткіл ол жайындағы ақпаратты жауып тастасақ, бізде сөз бостандығынан айырыламыз. Бұл ЛГБТ мәселесі, яғни бір жыныстылардың арақатынасы бізге дейін де болған, бізден кейін де болады, біздің қоғамда да бар. Бірақ қазір ол жайында ашық айтылатын болғандықтан, және ол жайында ЛГБТ мүшелері өзінің өмірін ашық насихаттап дәріптейтін болғандықтан, біздің жастарымызға өте қатты қауіп төніп тұр. Өйткені бала, әсіресе жас, жеткелең ұрпақ, олар үнемі еліктеуші. Әншілер қалай киінеді, сахнада кім атақты, сол сияқты болғысы келеді. Шаш үлгісі, киім үлгісі деген сияқты. Мысалы, кейде менің өзім әлеуметтік желі көріп отырған кезде бір жыныстылардың сүйісіп отқанын көріп қаламын. Әрине, мен уже буыны қатқан, ненің дұрыс емес екенін білетін сексолог маман есебінде одан өтіп кете аламын. Және ол менің психикама қатты әсер ете қоймайды. Бірақ жас адамға ол бір көрген кезде шок болуы мүмкін. Кейін ол нормаға қалыптасады. Сөйтіп, ертең өзіне бір басқа бір жынысты, мысалы, ер балаға еркек адам ұсыныс айтуы мүмкін, қыз балаға қыз адам ұсыныс айту, неге көрмеске, бәрі жасап жатыр ғой деген нәрсе болуы мүмкін. Сол үшін ЛГБТ заңының қабылдануы, тыйым салынуы өте құптарлық нәрсе. Бірақ бұл жерде бір мәселе сөз бостандығы жабылып қалмау керек, цензураға біз беріліп кетпеуіміз керек. Сол үшін комиссия болу керек, арнайы қай кезде пропаганда, қай кезде бұл керісінше үгіт насихат, бұл нәрсемен айналысуға болмайды деген жұмыс жүргізіліп жатыр. Менде кейде қорқыныш болады. Осы заңның арқасында, мысалы, керісінше жыныстық сауаттылықты дәріптеп жүрген мамандардың сөз бостандығы шектелініп қалуы мүмкін. Өйткені біз ғаламдану, жаһандану процесін жаба алмаймыз. Интернет бәрібір, ол интернет арқылы біз әлемдік дағдарыс, әлемдік өзгерістерге төтеп беруіміз керек. Ұлттық болмысымыз сақтап қалу үшін біз балаларымызға дұрыс жыныстық сауаттылықты қалыптастыруымыз керек. Сол үшін жыныстық сауаттылық жайында айтып жатқан
сіз сияқты журналистер болмаса мен сияқты сексолог мамандар сөз бостандығынан айырылып қалмауы керек. Сол үшін мен ойлаймын, ол заңды қабылданды, бірақ ары қарай ол заңның қай жері пропаганда, қандай критериялар бар, ары қарай доработка жасау керек. То есть бұл заңды жетілдіру керек ары қарай. Журналистерге, жаңа түсіндірме жұмыстарын жүргізетін мұғалімдерге бұл заң әсер етпеуі керек деп ойлайсыз ғой? Иә, енді мұғалімнің де, журналистің де, маманның да әр түрі бар. Мысалы, қазір екінің бірі сексолог болып кетті. Ешқандай медициналық білімі жоқ. Не то что медуниверситет, тіпті медколледж бітірмеген, медбикелік білімі жоқ адамдар қазір сексолог болып Инстаграмда сайрап отыр. Орыстардан бір апталық, бір айлық курстарды оқып алады. Сол жерден дәл айна қатесіз көшіріп алып, соны қазақшалап, курстар ашып сатып, өздерін сексологпын деп жарнамалап жатқан адамдар өкінішке қарай өте көп. Сондай нәрселерге тыйым салады деген мен ойдамын. Бір нәрсе айту үшін сен өзің кәсіби журналист екеніңді, сен өзіңнің кәсіби маман екеніңді бірінші дәлелдеуің керек. Одан кейін өзің тәжірибеңе сүйеніп халыққа бірдеңке айтсаң, ол дұрыс деп ойлаймын. Ал енді отырып алып, кім көрінгеннен естігеніңді, кім көрінгеннен бір оқып алғаныңды, өзіңнің ой тәжірибеңді ғана айту және оны халыққа насихаттау әрине дұрыс емес. Ал жалпы әлеуметтік желілерде, неше түрлі платформаларда бұл заң қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Егер шынымен дұрыс жұмыс жасаса, оның байыбына баратын болса, менің ойымша керісінше инфо-цыгандар азаяды. Егер расымен жұмыс жасаса, өйткені бізде расымен қазір информацияның заманы, бірақ информациялық қоқыс өте көп, керек емес ақпарат өте көп. Және кім көрінген бір ақпаратты алады да шығып айта береді. Мысалы, мен кейде өзін сексологпын деп жазып қояды парақшасына. Мына адам өзі медицинадан, просто даже анатомиядан хабар бар ма екен деген сұрақты қойғым келеді сол адамға. Сол үшін арнайы мамандар әркім өзінің кәсібін білікті түрде атқарады деп ойлаймын сол кезде. Десек те біздің қоғам ондай әңгіме айтылған жерде көбінде агрессия танытып жатады, иә? Сендер бұл нәрсені пропаганда жасап жатсыңдар, сендер ұрпаққа осы ЛГБТ мәселесін үлгі қылып көрсетіп жатсыңдар деген секілді. Біздің қоғам әлі де дайын ба бұндай заңды қабылдауға, бұндай әңгімелер, түсіндірме жұмыстарын, мысалы пропаганда емес, былай түсіндірме, жыныстық сауаттылық жұмыстары ретінде жүргізгенге біздің қоғам оны қалай қабылдайды? Дұрыс айтасыз, сұрағыңыз өте орынды. Біздің қоғам өте қатты әлі жетілу керек. Бізде жыныстық сауаттылық жоқ. Енді шетелде оқып келе жатқан жас буындар ескі буын аға ұрпақтарға қарағанда әлде қайда жыныстық сауаттырақ. Өйткені біз мысалы жабулы қазан жабулы күйінде қала берсін, ұят деп ол мәселені жаба салатын болсақ, проблема шешілмейді. Қазір маған консультацияға келетін қыз келіншектердің көпшілігінің 80%-інде қандай проблема? Бала күнде зорлық көрген. Зорлықты және айдаладан біреу келіп зорлап кетпейді. Оның туған туысы, өзінің бауыры, анасының бауыры, тіпті әкесінің туған бауыры кішкентай күнде зорлық көрсеткен. Ол жабулы қазан жабулы күйінде қала берген. Кішкентай күнде мамасын айтудан ұялады. Ұялмаған күннің өзінде де мамасын айтса да, болды, ешкім білмей-ақ қойсын, қазір сен айтсаң, біз масқара боламыз, ел жұртқа қара бет боламыз деп, даже анасы біле тұра сол адамдарды жауапсыз қалдырды. Ол адамдар ары қарай қанша баланың тағдырына балта шапты. Ал ол бала есейді, ер жетті, қазір бүгінгі күні өзі ана, бірақ бойында травмалар өте көп. Өзін бақытсыз сезінеді, түрлі гинекологиялық ауруларға душар болады. Түптеп келген кезде тамырын қазып қарайтын болсақ, бала күнгі зорлық зомбылық, педофилияның құрбаны. Біз қоғамда, мысалы, кеңестік дәуірде ол жайында даже білген жоқпыз. Бірақ қазір әлеуметтік желі арқылы білеміз, оны балаларымызды қорғауға тырысамыз. Сол арқылы, әлеуметтік желі арқылы, мысалы, сексологтар балаңды қалай дұрыс тәрбиелеу керек. Мысалы, менің қазақ тілінде тұңғыш сексологиялық бағытта шыққан, қазақ тілінде ондай кітап жоқ, ұят емес деген кітап. Оның ұят емес деп аталуының өзі біздің қоғамда ұят нәрселерді ұят емес дейді. Мысалы, ал керісінше ұят нәрселерді жауып қояды. Мысалы, қыз балаға жыныстық сауатты болу үйрету, ол ұят емес. Ол керісінше әр баланың жынысына сәйкес жыныстық біз сауаттылық беру керекпіз. Кішкентай балаға даже мысалы жыныстық сауаттылық айтпау керек. Немене сонда жату тұруды үйретесіңдер ме дейді, бірақ жыныстық сауаттылық ол тек қана түнгі төсектің мәселесі емес.
жыныстық сауаттылық ол балаға тіпті өзінің гигиенасын сақтау, қыз балаға әсіресе етеккір келеді, неше жасында келеді. Қыз баланы 9-10 жастарында, саған 11-12 жастан бастап етеккір келеді. Сол кезде сен осылай күтіну керексің деп жыныстық сауаттылықтың берудің өзі ол үлкен аналардан қажырлы еңбекті талап етеді. Және анасы өзі сауатты болу керек. Көптеген қыздар айтады, етеккір келген кезде мен шок болдым, травма болдым, қорықтым дейді да, оған анасы дайындау керек еді ол қызды. Ер балаға өзінің жынысының жетілу процесі кезінде гормондар ойнаған кезде не істеу керек, қалай күтіну керек, ол жайында да әкесі оған жыныстық сауаттылық қалыптастыру керек. Балаға өзінің шекарасын қорғау, яғни бір педофилдің құрбаны болмас үшін саған біреу ерніңнен сүйсе, құшақтаса, ол дұрыс емес. Сен оны бірінші кезекте мамаңа, папаңа еркін түрде айта алуың керек. Оған сен кінәлі емессің. Мен сені үнемі қолдаймын. Неге бізде балалар құрбан болады? 1 жыл, 2 жыл, немесе қаншама жыл өтіп кеткеннен кейін барып ол ашылып жатады. Мысалы, маған консультацияға келген адамдардың көп айтады, мамам да, папам да оны білмейді дейді. Мен мынанша жасымда, 8 жасымда, 6 жасымда анау зорлап кеткен, мынау зорлап кеткен, бүйтіп үндемей қоя салдым, сол күйінде қалды. Өйткені бала анасына, әкесіне толық ойын жеткізе алмайды. Бұл бізде жыныстық сауатсыздықтың кесірі. Сол үшін баланың өзінің жасына сәйкес, мысалы, кішкентай балаға сен ұлсың ба, ұлдың туалетіне барасың, қызсың ба, қыздың туалетіне барасың. Ешкім ерінен сүйге болмайды. Сен қаламасаң, сені құшақтауға ешкімнің құқы жоқ, тек қана мамаң құшақтай алады. Басқа аға біреудің құшақтауына болмайды. Егер құшақтайтын болса, сен сразу тоқтату керексің. Деген мәселен 3 жастан, 2 жастан бала сөз ұққаннан бастап айту керек. Қыз баланы сосын ешкімге сеніп қалдыруға болмайды. Қызды болсын, ұлды болсын қазіргі заманда. Бұның барлығы жыныстық сауаттылық. Қазір бізге жыныстық сауаттылық керек емес деп отырған адамдардың өздері ол жыныстық сауатсыз адамдар. Жыныстық сауаттылық деген сөздің мағынасын ұқпайтын адамдар. Өйткені сексология, секс деген сөзді тек қана еркек пен әйелдің арасындағы жыныстық қатынас деп түсінеді. Секс деген сөз бұл латын тілінен аударғанда жыныс дегенді білдіреді. Біздің бәрімізде паспорт бар, шетелге шығатын. Паспортта секс деген сөз жазылып тұр. Male немесе female деп тұр. Я әйелсің, я еркексің. Яғни сексология сенің жынысыңа сәйкес өмір сүруді үйрететін ғылым. Бұл тек қана жату тұруды үйрететін ғылым емес. Осы жыныстық сауатсыздық мәселесі болашақта қыздармен жақындасуы, ұлдармен жақындасу, яғни ЛГБТ-ға бет бұруына себеп бола ма? Әрине. Біріншіден, енді біз медик болғандықтан ЛГБТ бір жыныста, мысалы, дені дұрыс адам, ол қыз бала уже өсе бастағанда жігіттерді көрген кезде дауысын өзгерт, еркектерге қызға бастайды. Еркек бала керісінше өсейіп, ер жетіп, гормондар ойнағанда қызға қарап, қызға жаңа қылтыңдай бастайды. Бұл біздің табиғи өзгерістеріміз. Бірақ сол табиғи өзгеріске біздің табиғатымызға қарсы құбылыстар қай кезде болады? Әрине зерттеулер өте көп, бірақ енді бүгінгі таңда біздің білетініміз бұл әйел адам құрсағындағы балаға жүкті кезінде гормональды препараттарды қабылдауы сондай шалғай себептерге әкелуі мүмкін, гормональды өзгерістерге деген зерттеулер бар. Бірақ өкінішке қарай бізде зерттеулердің барлығы фарм компанияларымен финансирование етеді, солардың ақшасына жүргізіледі. Сол үшін ондай зерттеулерді дер кезінде жүріп жатқан кезде жауып тастайды. Өйткені гормондардың жүкті әйелдерге әсері дәлелденсе, кері әсері, онда ешкім ол гормондарды қабылдамайды ғой. Фарм компанияларға ол өте тиімсіз. Сол үшін әрине біз жүктілік кезінде максималды тұрғыда гормональды препараттарды ішпеуге тырысуымыз керек. Сол үшін жүкті әйел жүктілікке жақсылап дайындалу керек. Жүктілік кезінде стресске берілмеу керек. Стресстік жағдайлар ішінде құрсақтағы баланың дұрыс емес дамуына, соның ішінде гормональды фонның дұрыс емес дамуына алып келеді. Екіншіден, әйел адам бізде қоғамда, мысалы, қызға жүкті болса, ұл тусам дейді. Аурулар әйелдің дерті, как будто өзін анасы бір жақтан тауып алған сияқты, или туып алмаған сияқты. Өзінде туған кезде анасы қалай қуанды? Неге қыз туған кезде ұл тусам дейді, 9 ай бойы ұл болса дейді, и ұл қызды туған кезде мына балам ұл болғанда ғой дейді. Әсіресе үйінде 4-5 қызы бар ата-аналар. Сосын бала, ол тап-таза лист сияқты, бала ата-анасының қабағына қарайды, ол бәрін сезеді. Яғни мысалы, қыз болса деген ата-анаға қыз сияқты, ол мысалы, менің қыз болса екен деп қалайтын болса, бірақ ұл бала туылса, ол қыз болғысы келеді. Немесе керісінше, ұлы жоқ, бірақ ұл болса ғой деп аңсаған ата-аналардың қыздары ұлдың рөлін заменять етеді. Ұл папасына ұлдың жоқ екенін білдірткісі келмей, ауыр жұмыс істеп, бір өзін еркек шора сияқты ұстай бастайды. Ол да поведенияға, психологияға әсер етеді. Сосын
ер жете келе балалық травмалар, жыныстық қатынасқа деген, мысалы әйел мен еркектің жыныстық қатынасқа түсіп жатқанын көрген кезде балаға ол үлкен травма болады. Әсіресе бізде бәрі бір бөлмеде ұйықтайды, бала қой ұйықтап жатыр сезбейді деп ойлайды, бірақ бала бәрін сезеді, бәрін көреді. Сол үшін бала 1 жастан кейін, емшектен шыққаннан кейін, даже емшек кезінде ол бөлек манежде жату керек, и кейін уже бөлек бөлмеде ұйықтау керек. Осы нәрселерді қадағалау керек. Одан кейін баланың бала күнде зорлық көру, зомбылық көру, әсіресе ер балалардың жаңағы ер азаматтар тарапынан зорлық көруі, болашақта ол өзін еркек сияқты қабылдамайды. Өйткені оған еркектер, өзінің подросток балалар қыз сияқты отношение жасады. Бізге анонимді хат жазатын ер азаматтар: мен өзім отбасылымын, бірақ бала күнімде осындай зорлық көрдім. Мен уже сол нәрседен ләззат алып қалдым. Енді қазір еркектерді іздеймін. Әйелім, бала шағам бола тұра еркекпен жыныстық қатынасқа түскім келеді деп анонимді хат жазатын қазақ еркектер өте көп. Әсіресе олар, мысалы қарасаң, өздерінің мамандықта қай жерде тұратындарын да жазады. Мысалы ауылда тұрам, қой бағам дейді. То есть қазақтың кәдімгі қарабайыр ауылын, біз мына ойлаймыз, ЛГБТ бұл қалада үлкен клубтар, гей клубтар, жаңа құтырған байдың балалары барады, ойбай сол жерде жүреді, түнімен наркотик шегеді, сөйтіп ЛГБТ болып кетеді деп. Қазір қарап отырсаң, ауылда қой бағып жүрген қазақтың балалары бізге сөйтіп хат жазған кезде кәдімгідей көзіңе жас аласың. Біз қайда кетіп бара жатырмыз? Бұл не болып бара жатыр? Қарасаң, солардың түптеп келген кезде жас күнінде біреу зорлық көрсетті, ұнап қалды, өзін солай әйел сезінді, соған пассивті, жыныстық қатынаста пассивті рөлде болу оған ұнады, солай ол ертең даже әке-шешесі үйлендіріп балалы шағалы болған күннің өзінде ол сол жыныстық қатынасты аңсап қалап тұрады. Өзіңіз 20 жылдай осы салада қызмет атқарған маман ретінде бір жыныстық қатынас қазір қоғамда ерлер арасында көп па, әлде қыз балалар арасында көп па? Негізі еркектер арасында өте көп. Еркектер арасында. Енді әйелдерде, қыздарда бізде қанша дегенмен ұят деп тәрбиеленеді, өзін кішкене шектейді қыз балалар. Қанша жерден гормональды фон ұрып тұрса да шектейді. Ер балаларда 18-19-дарда гормональный всплеск болады, яғни жыныстық жетіліп бір шарықтап тұрған шегі, сол кезде өздерін ұстауы қиын. Жаңа зорлап қою, проституткаларға бару, ЛГБТ болып кету қаупі осы кезде өте жоғары. Сол кезде балаға, не үшін біздің дінімізде айтады, жыныстық жетілгеннен кейін ұл бала болсын, қыз бала болсын, кәмелеттік жасқа жеткенде үйлендіріп тастаңдар дейді. Өйткені гормон ойнайды. Қыз да сол кезде бұзылып кетеді, 2 қабат болып, 16-15 жасында 2 қабат болып қалып жатады. Ер балада өзін ұстай алмай қалады. Ал жалпы бұл заңды біз енді қанша дегенмен Қазақстан мемлекетіне де нұқсан келтіретін жерлері бар ғой бұл мәселенің, ЛГБТ мәселесінің. Елімізге халықаралық деңгейде ешқандай да бір нұқсан келмейтіндей оны біз қалай түсіндіре аламыз? Біріншіден, біз бұл заңда ешкімге сен гей болма деп жатқан жоқпыз ғой. Әркім 18-ге келгеннен кейін өзінің жыныстық ориентациясын өзі таңдайды. Ешкімді біз, мысалы, жаңа амелай жүр, никанеті жүр, ешкімді біз алып, зорлап, сен неге ондай болып жатсың деп оған араласып жатқан жоқпыз. Өзінің құқы, бірақ сол нәрсесін өзі жасасын да тыныш отырсын. Онымен пропаганда жасамасын, басқаларға зиян тигізбесін деген мақсатта істелініп жатқан заң. Соны халықаралық дәрежеде бәрі әділ болу керек қой. Біз оларға тиіспейміз, бірақ олардың пропаганда жасауына да жол бермейміз. Біріншіден. Екіншіден, біз халықаралық білесіз, дүние жүзі, ол дүние жүзін басқарып отқан адамдардың өзі кейде ЛГБТ сияқты көрініп кетеді маған. Соған шетелге жағыну үшін біздің мемлекетімізде ЛГБТ-ның көбеюіне жол беруіміз дұрыс емес. Мысалы, Дубайда лайық мұсылман мемлекеттер, олардың өзінің заңы бар. Бірақ халықаралық аренада олардың өзінің статусы бар. Сендер мұсылман мемлекет екесіңдер, сендерде жаңағы, мысалы, Сауд Арабиясына барған кезде жабық киіну, басыңа орамал тағынып жүру, ол шарт. Сен ол мемлекетке барғанда соны киесің, бағынасың. Бірақ олардың халықаралық дәрежеде одан бедел түсіп қалып жатқан жоқ. Сендер адамдарды қинап орамал тағып жатсыңдар деп жатқан жоқ. Біз неге сонда біреудің жетегінде кетуіміз керек? Біздің де өзіміздің мемлекетіміздің айтар үніміз, өмірге деген көзқарасымыз болу керек. Жалпы өзіңіз маман ретінде қоғамға осы мәселеге қатысты не айтар едіңіз? Өскелең ұрпаққа, өсіп келе жатқан жастарға кеңесіңіз болса? Иә. Мен кейде адамдар айтады, не үшін сексолог болып кеттіңіз деп. Тіпті гинеколог болып отырып едіңіз ғой деп. Мен айтам, бұл
жетіскендіктен болған нәрсе емес. Бұл жүрегімнің айқайы. Қыздардың зорлануы, мысалы маған гинеколог есебінде сол проблемамен келеді. Сосын мен ол проблемаға қалай көмектесем деген ой. Бізде сексолог мамандар жоқ еді, біздер енді оқып бастаған кезде. Ер адамдардың жыныстық сауатсыз болуы, әйелдің табиғатын түсінбеуі, әйел керісінше еркектің табиғатын түсінбеуі, біздің Қазақстанның дүние жүзі бойынша ажырасудан екінші орында тұруы. Бұның барлығы, енді сен өзің мамандығын жақсы көретін болсаң, сол мамандықта бір проблеманы шешкің келеді. Сол үшін қосымша сексология саласын оқып, осы мәселені зерттеуге мені итермеледі. Сол үшін де кітап жазып, адамдардың сауатын ашып жүргеніміз сол себепті. Енді біз жаһандану, ол неизбежный процесс. Одан біз қашып құтыла алмаймыз. Жаһанданғанымыз жаһанданған. То есть Америкада не болып жатыр, ол бізге әсер етеді. Айналамыздағы көрші мемлекеттерде, Россияда, Европада не болып жатыр, бізге әсер етеді. Европада қазір бала туу жоқ. Ол ұлттар қазір неге өздерінің елдеріне көшіп келген адамдарға ақша береді? Өйткені олар өліп жатқан өлі халыққа айналып жатыр. Кәрілер көп, жастар жоқ. Неге? Өйткені бір жыныстылар неке құрады. Некесіне рұқсат берілді. Енді біз ұлт болып сақталып қаламыз. Өзіміздің дінімізге, ұлттық болмысымызға сай, қазақ болып қаламыз десек, онда өзіміздің заңымызды, өзіміздің сексологиямызды қалыптастыруымыз керек. Қазақи. Өйткені мен қазір қарным ашатын сексологтар өте көп. Ол жақсы. Бізге сауаттылықты арттыру керек. Мен бір өзім жетпеймін Қазақстанға. Бірақ орыстың дүниесін ал келіп, батыстың дүниесін әкеп, бізге көшірмесін тығудың қажеті жоқ. Өйткені біз дініміз бөлек, біздің салт санамыз бөлек. Біздің менталитетке сай, біздің дәстүрімізге сай ұлттық сексологияны қалыптастыруымыз керек. Балаларымызға ұлттық жыныстық сауаттылық, сен қазақтың қызысың. Сен недоступный болу керексің. Сенде қол жетпейтін арман болу керексің. Сен кім көрінгеннің қол шоқпары, түндігі көбелек сияқты, кім көрінгенмен жүре беретін, аузыңа келгенде ше беретін, аузыңа келгенде сөйлей беретін ұлттың қызы емессің. Сен жеті атасын сақтаған текті ұлттың қызысың деген тәрбиені бойымызға сіңіруіміз керек. Ер балаларға сен қазақсың. Сен ұлан байтақ жердің иесісің. Сен Абылай ханның ұрпағысың деген ұлттық болмысты сіңіруіміз керек. Сен ертең үйленсең, әйеліңе жауаптысың. Сен балаңа жауаптысың. Сен балаңа қазақ деген ұлттық болмысты сіңіруің керек. Біз сен арқылы сақталамыз. Біздің бүткіл ата-бабамыздың бізге жасаған еңбегінің бәрі құрдымға кетеді, егер біз ұлттық болмысты сақтамасақ. Түсінікті Жанна ханым, көп рахмет сұхбатыңызға. Жақсы бір әңгіме болды деп ойлаймын. Енді жастар, өсіп жатқан ұрпақ осы әңгімеден қандай да бір өздеріне ой түйеді деп үміттенеміз. Құрметті көрермендер, өздеріңіз бұл мәселеге қатысты ойларыңызды міндетті түрде пікірге жазып қалдырыңыздар. Біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.